Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен асқабақтан вафли дайындаймыз. Асқабақ асқазанға өте пайдалы жеңіл ас болып саналады. Құрамында көптеген дәрумендер бар, ал асқабақтың дәні балалардың ішіндегі құртты түсіреді. Қой көп сөйлемей құрамын айтайын. Құрамына эритрит дегеніміз пайдалы қант, разрыхитель, жұмыртқа, піскен немесе асылған асқабақ, қаймақ 10% болуы керек, ұн 5 глютен. 5 глютен ұнды магнум секілді үлкен дүкендерден таба аласыздар. Және қыхи май. Ең алдымен жұмыртқамен піскен асқабақты блендерлеп аламыз, сұйық етіп. Қыхи май, 2 ас қасық қаймақ, разрыхитель және таза қантымызбен ұнымызды салып, әдемілеп араластырамыз. Қызып тұрған вафельницаға 1 қасық салып, 1 минут қойып, піскенде аламыз. Өз қалауыңызша әлдесеңіз болады. Немесе әртүрлі пішінде бөліктерге бөліп, қолмен ерекшелендірсеңіз де болады. Балаңыз асқабақ жемесе, дәл осылай вафли дайындаңыз.